Таблиғи жамағат Үндістан аймағында ескіше әдіспен ілім беретін Диабант мектебінің ішінен туған бір ұйым. Діни ілім бойынша медреседегі оқытумен шектелмей, басқа сөзбен айтқанда адамдардың медресеге келуін күтпестен, оның орнына ислам дінін олардың алдына дейін алып баруды көздеген бір жамағат. Бұл ұйымның негізін қалаушы Диабант мектебінің ұстазы болған Мәулана Ильяс Кандахлауи. Ол өзінің таблиғи, яғни дінге шақыру қызметін 1926 жылы Үндістанда бастаған. Бүгінде таблиғи жамағат ұйымына еліміздегі мұсылман үмбетінің бірлігі мен тұтастығына, халықтың ынтымақтастығына, Қазақстанның әлеуметтік тұрақтылығына нұқсан келтіргендігі үшін тыйым салынған. Көптеген мұсылман елдерінің шырқын бұзу, әрине, және дінді саясаттың құралына айналдыру. Олардың негізгі істеп жатқан ісі сол себепті көптеген ғалымдар бұл ұйымға түбегейлі қарсы, және көптеген елдерде бұл ұйымға кәдімгі заңмен тыйым салынған. Таблиғи жамағаттың негізгі белгілері халықты дінге шақыру үшін үйлерінен ұзақтарға 3 күндік, 40 күндік және 4 айлық дағуатқа шығу. Таблиғи жамағаттың тағы бір қаупі жүйелі білімнің жоқтығы. Соның себебінен дағуатқа шығу. Өздері де адасушылыққа ұрынады, әрі өзгелерді де адастыруға бастайды. Дағуатқа шығушылары отбасын материалдық жағдаймен қамтамасыз етпей кеткендіктен, қаншама шаңырақтар шайқалып, отбасылар ойран болған. Сол үшін де таблиғи жамағат ұйымы елдің құраушы отбасы институтының тұтастығына зиянды. Жалпы Диабант мектебінің ақида ілімінде жүйесіздігінен таблиғи жамағат ұйымының мүшелерінен түрлі террористік ұйымдарға қосылушылар жиі кездеседі.